Әңгіменің соңғы бөлімі. Өзге қалай емес, өз үйіме жеткізсеңіз ризамын. Пәленші көшедегі түгенші үй. Айтсаңыз болды, біздер таксишілер жолаушылардың айтқанын бұйрық деп қабылдаймыз. Таксишілердің бәрі сондай ма? Басқаларды қайдам, өзім солаймын. Жақсы екенсіз онда. Жақсы болу үшін барымды салып жүрген жайым бар. Қыз әңгімені әрі қарай созбаған соң, оны жалғастыруға жігіт талпыныс жасаған. Ауруханадан шықтыңыз-ау деймін. Түріңізге қарағанда емделуге келген кісіге ұқсамайсыз. Қыз бұлталақтатпай салмақты жауап берген. Иә, мен осы ауруханада жұмыс істеймін. Дәрігер боларсыз. Оны қайдан білдіңіз? Көзіңізден оқыдым. Сіз мені әбден тергедіңіз ғой. Иә, кардиолог дәрігермін. Сізге келіп жүрек дейтін қозғалтқышымды тексертіп алуыма болады екен ғой. Біріншіден, біздің ауданның тұрғыны болсаңыз. Екіншіден, шынында жүрегіңіздің кінәраты болса ғана. Ал туысқан әңгімелесіп отырып үйімізге келіп те қалдық. Рахмет сізге деп, қыз таксишіге 2000 теңгесін ұсынып машинадан түсуге ыңғайланды. Замандас, кішкене кідіріңіз, үйіңіз жақын екен. Мен артық жолақы алмаушы едім деп қалтасына 500-дікті ұсынып жатып, бір сұрақ қойып үлгерген. Қазір жұмыстан шығып бара жатқан бетіңіз ғой. Иә деп қыз келте жауап берді де бұрыла беріп рахмет деді. Қобыланды машинасын оталдырып жатып кетіп бара жатқан қыздың келісті сырт тұлғасына қалай көз салған өзі де байқай алмай қалған. Кешкі алагеуімдегі көгілдір аспанның жерге үзіліп түскен бір бөлшегіндей қыздың үстіндегі көгілдір көйлегі елестей болып ұзай берген. Неге екенін жігітіміздің өзі де білмей, ол өзінің бүгін ойлап тапқан жаңа қызмет таксишілікті әрі қарай жалғастырмай бірден үйіне қайтқан. Анасы тағы да қайда барып келдің деп сұрамас үшін машинасын гаражға кіргізіп бөлмесіне қарай бет алып еді. Мәрзия ұлын тосып жүргендей алдына шыққан. Ескі машинаңды сағынып қалғансың-ау балам деп ұлы қорқатын сауалдардан ада бейбіт сұрақ қойды. Иә тәте, ауылда жүргенде мұқыр мүйіз қара сиырды малымның басы деп отырушы едің ғой. Сол сияқты сары машина да ырысымның алды ғой. Анда-санда салдыр-гүлдір еткізіп, соны мінгім келіп тұрады деп бөлмесіне кірген. Теледидарын қосып соңғы хабарды көрді. Бірақ айтылған көп жаңалықты миы қабылдамапты. Компьютерін ашып аяқталмаған шаруаларды тиянақтамақ еді. Оның да шырайын шығара алмады. Бұрын соңды ұшырамаған бір күйден құтыла алмай, әлі де аты жөнін білмейтін жолаушы дәрігердің сөйлегенде жылы жымиып тұратын дидары, үйіне қарай кетіп бара жатқандағы сырт тұлғасы, аспан түстес көгілдір көйлегі көзіне елестей берген. Иә, ол бойжеткенді соншалықты ойлауға болмайды ғой. Егер ол біреудің жары болсашы, мұндай қыздың тұрмысқа осы кезге дейін шықпауы мүмкін емес қой. Осы бір зіл батпан сауалдарды өзіне жиі қоя жүріп, келесі жұмыс күнін аяқтаған. Үйге келіп, күтуші келіншек әзірлеп әкелген кешкі асын анасы екеуі уақ-түйекті әңгімелесе отырып ішкен. Бір жақсысы ұлдың жанына жақпайтын мәселе қозғалған жоқ. Жігітіміз түнгі кезекке баратындай сағатына жиі қарай жүріп, кешегі көнетоз спорттық костюмын киіп, сары «Жигулиіне» мінген. Оның неге осылайша киініп ескі машинаға неге мініп кеткенін ұғалмаған анасы ұлын үнсіз шығарып салған. Тек пәлен жыл сағынбаған ескі машинасына бүгінде неге құмартып қалды дейтін мәселенің жауабын таба алмаған. Не қылса да бір ойы бар шығар деген байламға келген. Қобыланды еш жерге аялдамай, тағы да пәленшінші қалалық аурухана деген жазуы бар кешегі еңселі ғимаратқа жақындамай, көз жетер жерге аялдап аурухананың есігін алыстап аңдыған. Ғимаратқа кірушілер аз болғанымен одан шығып келе жатқандар баршылық еді. Алайда өзіне таныс бейне көзіне түсе қоймады. Бірте-бірте ауруханадан шығып жатқандар да азайып, жұмыс уақыты аяқталғанына бірер сағат уақыт өткен кезде жігіттің де төзімі таусылып машинасын оталдырып, енді қозғала берген кезде кешегі көгілдір көйлекті бейне көзіне оттай басылған. Көгілдір көйлектің әлдебір таксиші іліп ала жөнелердей сары «Жигулиін» ышқынта қуалап қыздың жанына келіп бірақ тоқтаған. Қыз жалт қараған. Жүзінде таңданыстың ізі бар еді. Отырыңыз деп жігіт кабинкасынан шығып алдыңғы есікті ашқан. Апырау, бұл тағы сіз бе? Мен айдап келген тағдыр шығар. Әлде жүрегіңіздің кінәраты бар ма еді? Кінәраты бар-ау деп ойлай бастадым. Ондай болса, күндіз қабылдауыма келіңіз. Тексеріп көрейік, ем шарасын қарастырайық. Ал енді мен күнде такси жалдайтын кісі емеспін. Жұмыстан жай шыққан күндері ғана болмаса. Бүгінде жай шыққандықтан отыруыңызға тура келеді.
отырыңыз. Қыз жігіт ұсынған алдыңғы орындыққа емес, артқы есікті ашып өзі отырды. Жігітіміз неге олай деген өзі де байқамай рахмет деген. Рахметті сіз емес, мен айтуым керек қой деген қыздың сөзінен жігіт өз сырын ашып қойғандай қысылып қалған. Бірақ онысын әзілге сүйеп жаймашуақтатты. Қуанғанымнан шығар, ол аз ғана үнсіздіктен соң батыл қадам жасаған. Мыңның түсін білгенше бірдің атын біл деген. Есіміңіз кім болады бойжеткен? Есімім Шұғыла болады. Мен Қобыландымын. Әкем Қобыландыдай батыр болсын деп ырымдаған болар. Батыр да емес, пақыр да емес, көптің бірі дегендей тіршілік иесіміз. Батыр болу шарт емес, сізде азаматтың пақыр болмауы парыз деп білемін. Сеніміңізге рахмет. Шұғыла айып болмаса ертеңде сізді үйіңізге шығарып салайын. Қыздың тағы да жылы жымиған жігіт айнадан көрді. Жымиған кезде оң жақ бетінде бір жарасымды шұңқырша пайда болады екен. Әрине тегін. Сіздің табыс көзіңізге зиян келтіргім келмейді. Оның есесін көбірек жүріп толтырармын. Рахмет сізге. Міне үйге де келіп қалдық. Жолақысын алыңыз деп ол кешегідей 2000-дығын ұсынған. Алмасаңыз ренжимін деп ол ақшасын отырған орындығына қалдырып үйіне бет алған. Дәл кешегі сурет, кешегі көңіл күйде қалған жігіт бойжеткен үйіне кіріп, көрінбей кеткенше орнынан қозғалмаған. Қобыланды бұл жолы үйреншікті аурухана ғимаратының алдына жарты айдай уақыттан бері қызды аурухана ғимаратының алдынан тосып алып үйіне шығарып салып жүрген сары Жигули емес, шабыс тілеп ауыздығымен алысқан сайгүліктей, есікпен төрдей сүттей аппақ Мерседес дейтін заманауи көлікпен келген. Таксиші жігіт күн құрғатпай келе беріп қызды жол ақысын төлемеуге көндірді. Күн өткен сайын әзілдері мен ниеттес, мақсаттас әңгімелері жараса бастаған. Күндегідей аурухана қызметкерлерінің негізі тысқа шығып, біреулері машиналарына мініп, біреулері автобус аялдамасын бетке алған. Қай уақытта Шұғыла тысқа шыққан соң, жалтақтап жан-жағына қарап, сары Жигули тұратын жердегі бөтен машинаға жақындаған. Бойжеткен біреуді іздеп тұрсыз ба деп, қара костюм, ақ көйлек киіп, ыздиып тұрған жігітке жалт қарап, өз көзіне өзі сенбегендей аңырды да қалды. Бұл Қобыланды батыр сіз бе? Иә Шұғыла, сол батырыңыз мен боламын. Немене, мына машинаны жалға алдыңыз ба, әлде біреуден сұрап алдыңыз ба? Шұғылажан, үлкен әңгімені соңынан түгел айтармын. Кел, әуелі машинаға отыр. Қыз күндегі әдетімен артқы есікті ашқалы жатқанда жігіт оны қақпайлай әкеліп алдыңғы орындыққа отырғызды. Шұғыла, анаңа телефон шалып, сәл кешігіп баратынды айтшы. Ал екеуміз бүгінгі кешкі асты бірге ішейік. Әлі ештеңеге түсінбей аң-таң болып отырған бойжеткен ештеңе дей алмаған. Олар 2 қабатты еңселі мейрамхананың алдына келіп тоқтағанда, мұнтаздай киінген бір жас жігіт жүгіріп келіп, қыз отырған жақтың есігін ашып, иіліп сәлем ишарасын жасады да, «Хош келдіңіз» деп оны сүйемелдеп түсірген соң Қобыландыға қарап, «Қобыланды Ақбергенұлы, сіздер асықпай демала беріңіздер, қажет болғанда қоңырау шаласыз» деп оның қолынан машинаның кілтін алып жатып. Қызды таң-тамаша қалдырып мейрамхана алдынан бұларды қарсы алған 3-4 қыз жігіт Шұғылаға құшақ-құшақ гүл шоғын ұсынған. Бұл не қылған спектакль? Төзімі таусылған қыз өзін қолтықтап келе жатқан кешегі таксиші жігітке ренішті сауал қойған. Сәл шыдасаң, ішке кірген соң бәрін айтамын. Мейрамхананың 2-ші қабатындағы игі жақсыларға арналған оңаша бөлменің төргі шет жағына үстелді майыстырардай мол дастархан әзірленіпті. Кіреберістегі бір бүйірде тұрған біраз музыкант қыз-жігіттер әртүрлі аспаптармен махаббат вальсін сызылта жөнелген. Аққудай қалықтаған қос таяшы қыз, «Қобыланды Ақбергенұлы, алдымен шай әкелейік пе? Құрбымыз қандай шай ішеді?» деп музыка аяқталысымен сауалдарын қойған. Шайдың 2-3 түрі құйылған шайнектер келіп, кеселерге құйылған соң, Қобыландының иек қағуымен музыканттар да, даяшылар да бөлмеден шығып, екеуі оңаша қалған. Бұл не қылған спектакль? Қыз өңін әлі жібітпеген қалпы бағанағы сауалын қайталаған. Бұл Шұғылажан спектакль емес, өмір. Менің және сенің өмірің, екеуміздің өміріміздің шындығы. Әбден тозығы жеткен ескі Жигулимді мініп, таксиші болып жүргенім ғана спектакль болатын. Барлықты, байлықты ғана өмірдің мәні мен сәні деп түсінетіндер емес, азаматтың жанын, жаратылысын бағалай білетін, өмірдің ыстық суығын бірге көтеріп, баршылыққа шалқаймайтын,
жоқшылыққа еңкеймейтін жар табу үшін ойлап тапқан спектакль болатын. Бұл ойын емес, өмір шындығына келсек, мен ұзақ іздеген адамымды тапқан сияқтымын. Ол сенсің, Шұғылажан. Маған өмірлік қосағым бол деп бүгін қолыңды, ықыласыңды сұраймын. Өзім күн-түн демей еңбектеніп, әр жұрттың өнерін үйрене жүріп бастаған жиһаз жасау цехым қазір бірнеше қалаларда бөлімшелері бар елімізге әйгілі фабрикаға айналды. Мынау сәнді мейрамхана да менің меншігім. Жалған таксиші болуым да байлықты басты мақсаты етіп ұстанбайтын, азаматтың жан дүниесін түсіне білетін қалыңдық іздеу болатын. Жолым болды деп ойлаймын, Шұғылажан. Ескі машинаңа отырмаймын демедің. Тиын санаған таксишіні тең көре білдің. Сол үшін де өзіңді жан тәніммен ұнаттым. Мақұл десең, осы аптада шешем және бірнеше үлкен кісілерді құда түсуге жіберемін. Не айтасың? Мен не айтайын, жаны таза, аузын ашса жүрегі көрінетін таксиші Қобыландыны ұнатқаным рас. Мені жарты айдай алдап жүрген Қобыландыға ренішім басылар. Басылмасы әлі белгісіз. Оқу деп жүріп жалғыз ана мен бауырымды қалдырып кете алмай жүргенде менің де жастық шағым қарайламай жылжып барады екен. Уақыт бер, ойланайын, анам айтайын, тек қана кедей дәрігерге қайдан тап болдым деп өкініп жүрмеңіз. Келіннің ақ босағасын аттағанша Мәрсияның жаны жай таппай, телефонға жармасып, қыз күйеуі ғана емес, ауылдағы ағайын көрші қолаңға дейін хабарлап, бәрін де тойға шақырған. Болашақ келіннің жүректі емдейтін дәрігер, әрі ибалы жан екенін, өзі сияқты жесір әйелдің қызы екенін, жақында ғана құда түсіп барып анасының рұқсатын алғанын, бәрін қылға тізгендей айтып шыққан. Ол үшін ғасырға бергісіз күндер аяқталып, Қобыландының өз мейрамханасындағы той күні де жеткен еді. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.